Алтыншы түн. Ей ұлы бақытты патшам! Мәлік Юнан уәзіріне мен ғалымды өлтіріп, Мәлік Сандыбаттай опық жия алмаймын деді. Ол қандай әңгіме еді, деді уәзір. Патша әңгімені айтты. Мәлік Сандыбат туралы әңгіме. Парсының бір патшасы аң аулаудың қызығына түсіп, әбден әуеленіп біткен екен. Ол ел жұмысын мүлдем қойып, күн сайын аң аулауға барады. Оның өте жақсы көретін бір тұйғыны болыпты. Оны ешқашан көзінен таса қылмай, алтыннан тұғыр істетіп, жанына қондыратын еді. Кішкене алтыннан сауыт істетіп, ішін суға толтырып, тұйғынның мойнына іліп қоятын болған. Шөлдегенде тұйғыны сонан су ішіп тұратын еді. Бір күні жігіттерін алып патша аңға шығыпты. Жұлдыздай аққан бір киікті ит пен құс қамап, адамның арасына әкеп тықты. Қолдың саласындай қоршаған жігітке патша бұйрық берді. Бұл киікті ұстауларың керек. Кімнің алдынан шығып кетсе, соған өлім жазасын берем. Малы талауда, басы жанымда болады. Бұл бұйрықты құлағы шалған жігіттер шыбын қашып шықпастай шеп құрып тұра қалды. Шыбын жаны қамауда қалған киік доптай домалап, оқтай атылып, патшаның үстінен ырғыды да кетті. Жазық төсінде ойнатып өсірген сақараға шыққан соң, құстай ұшып, желдей ұшып, шаңын да көрсетпеді киік. Селтиіп тұрып қалған жігіттер, тақсыр, бізден аттап кетсе, басымыз жаныңызда атқан аңдай байлануға тиісті еді. Өзіңізден аттап кеткенде қандай жаза бересіз, деді, әзіл күлкісін араластырып. Патша ойланған түрмен маған берілетін жаза, жер үстін түгел кезсем де, сол киікті ұстамай қайтпаймын деп шаба жөнелді. Бірнеше бел, бірнеше құздан өтіп, киікке жеткен екен патша. Қарасы көрінгенде тұйғынды қоя берді. Бармақтай құстың киікті алып соғарлық қуаты болмаса да, басына қонып, қанатымен көзін сабалап жүргенде патша да жетіпті. Киік алып қаласына қайтарда, шаршаған ат шөлдеп, тандыры кеуіп, аяғын қия басуға жарамаған. Күн шыжыған ыстық, жеке біткен жалғыз ағашқа тап келіп, саясына отырып, демалыпты патша. Қайдан тамып тұрғаны белгісіз, ағаштың саясында тамшы тынық су жерге тамып тұрғанын көріпті. Соны жиғалы құс суғаратын құтысын қойып, толтырып өзі ішейін деп жатқанда, құс қанатымен қағып жіберіпті. Төгіп тастапты. Екінші рет тағы толтырып, атына бергелі жатқанда, құс тағы қағып жіберген. Үшінші рет толтырып, құстың өзіне бергенде тағы төккен. Бұған қаһары келген патша қылышын суырып алып, құстың қанатын қиып тастапты. Қанатсыз қалған тұйғын налған пішінмен көзін жаудыратып, ағаш басын нұсқағандай ишарат көрсетіпті. Қараса үлкен қара шұбар жыланның аузына аққан у жерге судай тамшылап тұрғанын көріпті. Соны көріп, тұйғынның қанатын кескеніне өкініпті. Бірақ кесілген қанат біту қайда? Үйіне жетіп, киікті жігіттерге тапсырып, тұйғынды алтын тұғырына қондыра бергенде, шар еткен бір дауыс шығады да өліп қалған екен. Мұны көрген Мәлік Сандыбаттың бір өкініші мың болған. Не пайда? Өлген қос қайта тірілмеген. Достықты қастық деп қата ұғыну адамда жиі кездеседі. Оның бәрі түбін терең ойлап, тексермегеннен болады. Мысалы, құс айтатын тілі болмаса да, уды ішпесін деп 3 рет төккен. Патша ашуға жеңдірмей-ақ сабыр етіп байқаса, төккен себебін табар еді. Ол ашу үстінде құсын өлтіріп алды. Өткен іс өкінішпен орнына келмейді. Ойлап айтып, ойлап істеу керек. Сенің бұл пікірің мені құсын өлтірген сол патшадай өкінішке қалдыруға соғады. Ол мен ғана емес, елге керек кісі, деген патша. Оған қарсы уәзір де, тақсыр, өзіңіз біліңіз. Патшаның баласын айла істеймін деп жүріп, уәзірдің өзі өлгендей болып қалмаңыз.
Мен де өмірдің өткен тәжірибелерімнен хабарсыз адам емеспін. Ол жақ бұл жағын ойлап, ойымды орынды деп айтып отырмын, деді уәзір. Қане, мысалыңды айтшы, қандай әңгіме екен, тыңдап көрейін, деді патша. Уәзірдің әңгімесі. Әңгімешілерден естігенім бар, тақсыр, депті уәзір. Бір патшаның баласы ержетіп, бірінші рет ат мініп, аңға шығыпты. Патша бірінші рет аңға шыққан баласына сенімді кісі қосып жіберуді лайық көріп, ертіп бару үшін уәзірін қоса жіберіпті. Аңға жаңа шыққан шахзада жер жағдайын білмейтін еді. Бұлардың келген жері аң аулайтындар жақын бармайтын, жын жайлаған сақара болатын. Сенімді деген уәзір соған жақын әкеліп, бір қашқан киікті көрсетіп, ана киікті қуып ұста, депті балаға. Ондағы ойы баланы диюлар ұстап алып, өлтіріп жіберсе, жалғыз бала құрыған соң, әкесі өлген соң, орнына патша болып, өзі қалмақ еді. Бала киікті қуа-қуа құба шөлге шығып, шөлден өтетін халге келіпті. Әбден қалшырап, аттан құлағалы келе жатқанда, жапан түзде отырған бір қызға кез келіпті. «Неғып отырған қыз едің?» деген шахзада. «Мен үнді патшасының қызы едім. Аң қуып шаршап, ат үстінде талықсып келе жатып, осы жерде атымнан жығылып қалдым. Атым қашып елге кетті. Өлуге таяғанда Құдай жарылқап сен кездестің. Енді мені атыңа мінгізіп алып кет», деген қыз. Шахзада қабілетті қыздың сөзін жерге тастай алмай, мінгестіріп алып бір сахараға шығып кеткен. Бір жерлерге келгенде, «Енді мені түсіріңіз», депті қыз. Аттан түсіпті де бір жалмауыз кемпір бола қалыпты. Оның үңгірде отырған бірнеше балалары да бар екен. Түскен жері өзінің үңгірі болса керек. «Кел балалар, сендерге тамақ қалу үшін бір семіз адам әкелдім. Рақаттанып сойып жеңдер. Әзірге қолға түскені осы болды», деген. Шахзада оны көріп ешбір қылар айласы жоқ, өлімге басын байлап аттан түскен. Түспесіне болмай, балалар шалғайынан алып жабыса бастапты. Жалмауыз кемпір шахзадаға: «Сен малы көп патшаның баласы емессің бе? Көп қылып әкеңнің малын беріп, өлімнен неге құтылмайсың?» деген. «Мені қамап тұрған жалмауыз болса, оған мал керек емес, жан керек болса, жан алатын жаудан мал беріп, кісі құтылама», деген. «Олай болса Құдайыңа сыйын», деген жалмауыз. Сонда баланың есіне бір аят түсіп, дуа оқыпты. Жалмауыздың балалары осыны естіп, үрейлері ұшып тұра қашыпты. Шахзада құтылып үйіне келсе, уәзір түрлі өтірік айтып, баласын өлді деп келген екен. Шахзада бастан өткен барлық оқиғаны айтып, уәзірді өлтірткізіпті. «Сіз де сол сияқты патшалығыңызға қиянат істегелі жүрген біреуді аяп, өміріңізге қатер туғызып алмаңыз. Ұрыңызды оңай жаза білген кісі сізді оңай өлтіреді біледі», деп уәзір сөзін бітірді. Бұл патшаға ой түсірді. Егер ол ғалым қас бола қалған күнде мені оңай өлтіретіні де рас-ау. Уәзір мынадай кеңес беріп тұрғанда өлтіріп, берген алтынымды да шығындатпай қайтарып алайын, деді ішінен. «Ал уәзірім, оның жау екеніне көзің анық жетсе, қандай шара қолданбақсың?» деді патша. Уәзірдің жүзі жайраңдап, «Өлтіру керек», деді. Патша келісті. Патша тездетіп ғалым Руянды алдарына шақыртты. Ғалым келіп патшаның ізет құрметін орындап, қол қусырып тұрды да патшаға мынаны айтты: «Жаһан шахы Юнанға әр кезде Құдай жар болғай. Көңілге алған талабың кемдігі жоқ, бар болғай. Тасқа шапсаң қылышың қырқып түссін, қайтпасын. Нені ойласаң соған жет, жан тізгінін тартпасын», деп дұға қылды. Бұл жақсы сөздер патшаның тастай қатып, бекініп алған жүрегін жібіте алмады. Ызғарлы жүзбен: «Сен неге шақырғанымды сездің бе?» деді. «Жоқ тақсыр, мен сені өлтіргелі шақырдым. Күнәм не тақсыр, сен сиқыршы екесің. Ептеп маған жақын болып алып, өлтіргелі жүр екенсің. Сол үшін алдын ала мен сені өлтіріп,
көңілімді жай таптырамын. Жендетін шақырды да өлтір деп бұйрық берді. Тақсыр, өмірімнің ішінде ешкімге өлім тілеп көргенім жоқ. Өмір тілеумен келдім. Сізге мен қас емеспін, доспын. Жасы жетпеген балаларым бар. Олардың көз жасына рахым етіп, мені өлтіре көрмеңіз, деді ғалым. Жоқ, енді өмірден күдер үзе бер. Сені тірі қойсам, маған өмір жоқ екеніне әбден көзім жетті. Кеселдің оңай емін тапқан, саған өлтіріп тастау да қиын болмайды, деді патша. Жақсылықтың жазасы жаманшылық бола ма, тақсыр, деді ғалым. Енді артық сөздің керегі де жоқ. Саған өлім жазасын бұйырдым. Налыған түспенен ғалым мынаны айтты. Өмір бердім кісіге, өлім берді ол маған. Ғалым үшін қара түн бола қалған бұл заман. Ойламаған ғапылмын, қылыш кесті мойынды. Үретін ит байлаулы қасқыр баққан қойымды деген. Бұдан кейін жендет қылышын суырып шабуға ыңғайланды. Ғалым ең ақырғы рет патшаға мұңын айтып, тағы жылады. Құдай қойған саясын жалпақ елдің басына, нақаққаным төкпеңіз, ая мені падиша. Тақсыр, міне менің бұл өлімім жайым мен балықшының оқиғасы сияқты болды. Мен ақ едім, ақ та болсам өлім жазасына лайықты болдым, деді. Патша, ол қандай әңгіме еді деп тыңдағысы келді. Бірақ ғалым әңгімесін айтқысы келмей, тақсыр, мен қалай айтайын? Басымда тұрған қылыш мынау. Сіз менің өлімімді кәріптігім үшін кешіріңіз. Ол үшін сізге Алла тағала ұзын өмір берер. Ғалымның бұлай зарлап тұрғанына жүрегі жібіген бір сардар тұрып, құрметті патшам, бұл ғалымның өлімін кешіріңіз деп аяғын ұшып, патшадан тілек етті. Оған патша, бұл бір елдің құпия жіберген жансыз сияқты көрінеді. Осы уақытқа шейін өзін сездірмей, емші атын бүркеніп, жақын болып алып, мені өлтіргелі жүріпті. Анығында көзім жеткен соң, мұны өлтірмей болмайды. Мұны өлтірме деп еш қайсың менен тілек етпеңдер. Бәрібір мен оны бермеймін деп қысқа ғана қайырды. Ғалым анық өлетініне көзі жеткен соң бір амал тауып аман қалуға кірісті де. Тақсыр, мені өлтіруге анық бел байладыңыз, бірақ мен қас кісі емеспін. Осы достығымды өлетін сағатта да көрсетіп кетейін. Сіз патша болған соң, әміріңіз уәжіп, екі етуге болмайды. Сондықтан мен де өлімге разы болдым. Өлтіріңіз. Бірақ менің жатқан үйімде бір қасиетті кітабым бар еді. Оның кереметі сол, менің басым кесілгеннен соң, сол жағынан ашып, 3 парағын аударса, менің басым сөйлейді. Барлық тәуіпшілдіктің жолын айтады. Қандай кесел болса да емін айтады. Сол сияқты қасиетті кітап далада қалғанша сізде қалсын. Оны әкеліп беру үшін маған жендеттеріңізді ертіп жатқан үйіме жіберіңіз. Сонымен бірге барып алып келейін. Соның артынан өлтіре беріңіз, деді. Патшаға бұл сөз өте тамаша көрініп, өлі басы сөйлететін кітапқа құмарланды. Жендетті ертіп үйіне жіберді. Ғалым үйіне барып, бір кітапты ала салып қайта келіпті. Тақсыр, менің кітабым мынау еді. Алыңызда басымды кескен соң, қаны тыйыла берген кезде бетін ашып, тілеген сөзіңізді сұрай беріңіз. Бірақ мен өлмей бетін ашпаңыз. Көп жыл еңбек етіп жазып, жаңадан ғана бітіріп едім. Игілікті жұмысқа енді жаратам деп жүргенде, сіз салған өлім тұзағына іліндім. Тіпті бетін ашып, оқуға да уақытым болмады. Енді сол кітаптың ашылғанын көрмей-ақ өліп кетейін. Мені өлтіру жағын тездетіңіз деп қолына берді. Патша бұл асығыстықтың сыры болмас па екен деп, өлмей тұрғанда кітапты бір қарап шығуды дұрыс көріп, кітапты қолына алды да уәзірге беріп, 3-4 қағасын аштырып қаратты. Ол біріне бірі жабысып жатқан қағазды жөндеп аша алмады. Оған патшаның ашуы келіп, қолынан кітапты жұлып алып, сол жағынан бірнеше бетін аударды. Қағаздарды бірінен бірі жабысып қалған кітапты тілімен қолын жалап аудара берді. Ашқан жерінде ешбір жазуы жоқ. Ғалымға қарап, бұл кітаптың жазуы қайда деп сұрады патша. Аша түсіңіз, Тақсыр,
жазуы әлі ар жағына таман, деді ғалым. Ол кітаптың барлық қағазына ғалым у сүртіп алып келген еді. Кітапты жартылай ашқан кезде патша аузынан ақ көбігі ақты да сылқ етіп құлады. Сеспей қатып жаны да шықты. Аздап жалаған уәзір де құса бастады. Орда кісілері у-шу болды. Оны көріп ғалым: патша болсаң бөл көңіл жазықсыздың зарына, жазықсыздан зар шықса ол ұқсайды жалынға, ол зар шыққан ұлы күш тауға басын игізер, бас имесең ол бір өрт күл әлемді күйдірер, деп есіктен шықты да жүре берді. Оған кедергі болғандай бос кісі де болмады. Дию, сен тап сол сияқты болдың. Сені судан шығарған мені өліммен сыйлағың келді. Ғалымға қас болмаса патша өлмес еді. Сен маған қастық қылмасаң, қайта құмыраға қамалмас едің, деген шал. Әңгіме осы араға жеткенде таң атып, Шахризада әңгімені тоқтатты.